палаталы парламентпен қоштасуымыз мүмкін. Сенат құзыретін тоқтатып, мәжілістің қызметіне қарқын қосылғалы тұр. Қазір Сенатта 50, мәжілісте 98 халық қалаулысы барын ескерсек, елде депутаттар азаймақ. 2 жылдан кейін президенттің бұл бастамасына референдум арқылы дауыс бергелі отырмыз. Сәлем берді, менің атым Ақбөпе, Тәңірберген заңмен ел бағдарламасы жаңа маусымдағы жұмысын бастайды. Қос палатаның бірі кемсе, депутаттар азаяма. Парламент кулуарында күбір-күбір әңгіме. Ешқандай көңіл түсіріштері жоқ. Сиыр еті қымбат. Депутаттар ірі қара бағасын ретке келтірудің жолын айтты. Шошқаның еті мемлекет сатып алуға қатыса алады. Бірақ жылқының еті қатыса алмайды. Онлайн ел боламыз. Цифрлық кодекс қабылданса, алаяқтар қоңырау шалмай. Бұларға қатаң жауапкершілік қарастырылатын болады. Мәжілістің кезекті сессиясы басталды. Депутаттар демалыстарында ауыл аймақтар алап сайлаушылармен кездесіп, округтеріндегі маңызды қордаланған мәселелерді тізіп, енді жыл бойы парламентте көтеретін болады. Шымкентке барып келдіңіз, жағдай жақсы деп айтуға бола ма халық дейін? Шымкенттің жағдайы Аллаға шүкір жақсы. Зың деп айтуға бола ма бұрынғыдай? Енді зың десек те болады, әрине. Шымкент қаласында тұрғындармен кездестім. Ең басты мәселе аэропорттың жанындағы тұрғындар бар. 500 метрлік аймаққа кіретін тұрғындардың үйлері бар, мысалы. Олардың құжаттарын рәсімдеу бойынша. Осы мәселені мен келгелі бері көтеріп жатырмын. Осы мәселені бізде басты мәселе шешу мәселесі болды. Шеше алатын түріңіз бар ма? 2 жыл ғана қалды ғой ар жақта. Енді шешуге барлық ықпалды жасап жатырмыз. Қазақстан бойынша Қостанай, Өскемен, Алматы қаласы, Жамбыл облысы аралап шықтым. Проблема көп. Жетет бизнестің айтып жатқаны сол салық кодексі, одан кейін андай қазіргі өзгеріп жатқан доллардың бағамы, енді әлемдік ситуация, одан кейін тарифтер көтеріліп жатыр. Сұрақ жеткілікті, оның бәрін шешу тек қана заң аясында ғана емес, үкіметпен тікелей жұмыс істеу арқылы, жергілікті атқарушы органдарды көтеру арқылы шешіледі. Футбол өтеді, чемпиондар лигасына өтіп жатырмыз. Кімді қолдайсыз дегендей ғой? Енді Қайратқа тілеулеспіз ғой. Қалай ойлайсыз? Қайрат жеңе ме? Тең ойнайды. Сіздің болжам осындай. Сіз 3 жыл бұрын есімде ауыл шаруашылық министрімен дауласқан кезде айтқан едіңіз, ет қымбаттайды 2 жылдан кейін деп. Расымен қазір ет қымбаттап жатыр ғой. Оның себебі неде? Себебі 3 жыл бұрын біздің шаруалар етпен айналысу тиімсіз болғандықтан, және бүкіл шекаралар жауып тастағандықтан барлығы ет сойып жатыр өздерінің малдарын. 2-3 жылдан кейін біздің малдарымыздың саны күрт түседі. Сонда ғана біздің шынайы қазір қабылдаған шешімдердің қателігін түсінеміз. Оның нәтижесі бағаның 2-3 есе өсуі және де малдың саны құлауы. Дәл сол қазір болып жатыр. Ауыл шаруашылық министрінің сол кездегі қателігі болып тұр ғой? Сол кездегі қателік. Енді мәселені қалай реттеуге болады? Енді мәселе қазір бізде бірқатар шешімдер бар. Бізде бір қызық дүние бар. Оны шошқаның еті мемлекет сатып алуға қатыса алады. Бірақ жылқының еті қатыса алмайды. Бұнда мен айтатыным, қазір біз өзіміздің ережелерімізді ауыстырып, біздің мемлекет сатып алуда бұл біздің армиямыз бар, түрмелеріміз бар, емханаларымыз бар, мектеп, тағы басқа осы мемлекет мекемелерге сатып алудың еттеріне біздің жылқының етін енгізсек, онда бұл біріншіден жаңағы сиырдың етінің сұранысы күрт түседі, сол арқылы нарықтағы бағады баяулайды. Ал қазір асқан белсенділікпен 7-8 заңды мәжілістің қарауына алды. Отырыс барысында мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов кеше ғана президент жолдауында айтылған алдарына қойылған міндет мақсаттарға ерекше тоқталды. Мемлекет басшысының арнайы назар аударып жұмысымызға жоғары баға беруі заң шығару ісінде қарқынымызды одан әрі арттыруға құлшындыра түседі деп мен ойлаймын. Енді біздің міндетіміз үкіметпен, азаматтық қоғаммен бірге тығыз әрекет жасап, жолдаудағы барлық бастаманы жедел түрде, заңнамалық түрде қамтамасыз ету. Одан кейін еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жакупова келіп, ең төменгі айлық көрсеткішін белгілейтін халықаралық еңбек конвенциясын ратификациялау туралы заң жобасын таныстырды. Ең төменгі жалақы медиандық жалақы мен еңбек өнімділігі негізінде анықталады.
Бұл тәсіл белгіленген ең төменгі жалақы деңгейінің әлеуметтік әділеттілік пен экономикалық негізділігі арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Халық қалаулылары президент жолдауында талқылап өз пікірлерін айтып жатты. Бұл ән бұрынғаннен өзгерек деп шәкәрім қажы айтқандай, бұл жолдау басқалардан әлде қайда өзгерек болды. Мәжілісте кетеді, бұл жерде сенатта кетеді. Бұл жерде жаңа парламент болады. Сонда партиялардың бағы жана ма, енді партиялық тізіммен дегенге акцент қойылды. Бұл жерде мәселе олай, бір палаталы парламент дегенсіз, бұл бірінші бюрократияны қысқартады. Екінші кезекте саяси партияны бұдан былай қарай мемлекеттік билік институтының мызғымас бір бөлігі ретінде қарастырады. Бұрыннан солай емес пе? Бұрыннан солай, бірақ енді ол едәуір артады. Сіздер қандай болжам жасап отырсыздар? Бір мандатты жүйемен келген депутаттардың күні қалай болады? Оларды партия қабылдап аласыздар ма? Сізге айтайын, 29 бір мандатты жүйенің ішінде 22-сі аманат фракциясының мүшесі. Сонда ар жағында 5-6 депутат қана бір? 7 депутат қана аманат фракциясының мүшесі, басқа ешқандай партияның мүшесі емес. 7 депутаттың күні қалай болады сонда? Бұл 7 депутат енді аманат фракциясына, аманат партиясына мүше боламыз десе, қабылдауға дайынсыздар. Егерде партияның ұстанымдары мен біздің позициямыз үндеседі десе, біз тек қана қолдаймыз. Одан кейін әдеттегідей кезек депутаттық сауалдар жолданды. Соңғы 20 жылдың ішінде елімізде 1400-ден астам ауыл жойылып кетті. Ал бүгінгі күннің өзінде үкіметтің бағалауы бойынша тағы 500 ауылдың елді мекенін перспективасы жоқ елді мекендер қатарына енгізіп отыр. Мәселен, Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Саршаған ауылының тұрғындары ауыз су мәселесі әлі қалыпты деңгейде шешілмей отырғанын көрсетті. Ал осы Қарағандының Асакаров ауданының қарасты Қаракөл ауылында ұңғыма бұрғыланғанмен әлі күнге дейін су жүйесі қалыпқа келмеген. Өкінішке орай, қазақ елінің тарихында ерекше орын алатын Жетісу мен Ұлытау сияқты туристік әлеуеті зор өңірлерде арнайы басқармалар, ал Ақтау қаласында туристерді қабылдайтын визит орталық жоқ. Осылайша жолданған депутаттық сауалдарды үкімет қаперіне алып, бір айдың ішінде ресми жауабын беру керек. Депутаттар құрылыс саласын талқылап жатқанына көп болды. Ғимарат салу қарқынды болғанмен қымбат әрі сапасыз көп, айналасында алаяқтар мен жемқорлар бар. Баспананы салып бітпей жатып сатады, сосын үлескерлер жүреді шулап. Ақшаны қалтасына басқан кәсіпкерлер кірпішін қалауға асықпайды. Енді бұл мәселені қатаң заң шешеді. Депутаттардың қатаң сынына ұшыраған құрылыс кодексі жыл соңына дейін қабылдану керек. Мұны мемлекет басшысы биылғы жолдауында айтқан болатын. Жаңа құжат саланың қауіпсіз әрі ашық болуына, тұрақты дамуына жол ашатын негіз болуы керек деді. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі кодексті әзірледі. Онда мемлекеттік бақылау күшейіп, цифрландыруға көп көңіл бөлінеді деп отыр. Жаңа тетіктерді енгіземіз, ол жеделден шарасын енгізу, жоспарлау инспекцияны енгізу, сонымен қатар біз кепілдік мерзімін 2 жылдан 5 жылға дейін ұлғайтамыз. Одан бөлек біз объектіні пайдалануға беру кезінде мемлекеттік органдардың қатысуын қамтамасыз етеміз. Кодекстің сапалы болу үшін депутаттардың атсалысуын сұрады президент. Заң жобасы қазір парламент қабырғасында. Бұған дейін келіп түскен құжатқа көңілі толмаған Бақытжан Базарбек әлі де бұл ойынан қайтпаған. Соған қарағанда мәжілісте талқылау қызу өтіп жатыр. Құрылыс компанияларының ығына жығылған құрылыс кодексі етілді. Басқаша айтқанда құрылыс талаптары күшейтілмейді. Сол бұрынғы құрылыс талаптары одан бөлек құрылыс компаниялардың мүддесі үшін біраз нормаларды енгізіп қойған. Біз оны қазір өзгертіп жатырмыз. Құрылыс кодексі енгізген министрліктің нұсқасынан 80% өзгеше болады. Депутаттардың қатысуымен атқарылатын тағы бір маңызды шаруа бар. Банк туралы заң қабылдау керек. Мұндағы негізгі мақсат ұлттық банк пен үкімет банктердің ақшасын экономикаға барынша тартудың тиімді тәсілдерін табу қажет. Енді бұл мәселені созуға болмайды. Шұғыл шешу қажет. Қолданыстағы заң заман талабына сай келмейді, әрі қаржылық жүйенің қауіпсіздігін толыққанды қамтамасыз ете алмайды дейді сарапшылар. Сондықтан оны жетілдіру маңызды. Табысын халықтың несиесімен арттырып отырған банктер инвестиция жасауға құлықсыз. Себебі тәуекелі көп. Шығыстардың 1/3 ғана осы бағытқа жұмсауда. Нақты салаларға негізі назар аудару қажет. Себебі ол индустриялық жаңағы
индустриялық диверсификацияға алып келе алады. Сонымен қатар ол экономикалық өсім, екінші ретте жаңа жұмыс орындарымен де қамтамасыз ете алады. Яғни бұл мультипликаторлық эффект әсер беруі мүмкін. Апта басында жарияланған жолдауда заң шығару және қолдану саласына көп көңіл бөлінді. Кәсіптің дамуына келетін кедергілердің бірі осында, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Қолданыста 21 кодекс, 300-ден аса заң бар. Ондағы түзетулер кей жағдайда бір-біріне қарама-қайшы келеді. Сондықтан заңнаманы толықтай тексеріп, зерделеу қажеттігі айтылды. Бұл бағытта жасанды интеллект мүмкіндіктерін пайдаланатын секілдіміз. На базе агентства по стратегическому стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің жанынан интеллект арқылы реттеу орталығы құрылады. Бұл орталық заңнаманы ретке келтірумен, түсінікті әрі тиімді ұсыныстар әзірлеумен айналысады. Заңды күрделендіре бермеу керек. Қайта оны кәсіпкерлердің қажетіне қарай бейімдеп, министрлер мен әкімдердің нақты нәтиже үшін жеке жауапкершілігін күшейткен жөн. Депутаттарға артылған сенім жоғары. Жақында басталған сессия барысында парламенттің жұмысы ерекше қызатын түрі бар. Мәжілісмен Темір Қырықбаев президент жолдауын тыңдап, түйгенін түсіндіріп, әлеуметтік желіге пост жазды. Тек ол ғана емес, Жапа-тармағай бәрі де жолдауды қолдап жатты. Депутаттардың желдегі жазбасына парламент онлайн айдарында шолу жасаймыз. Ал Айгүл Құспан інісінің суретін жариялапты. Азиядағы ең биік жанартауға барып, көк байрағымызды желбіретті деп мақтанышпен жазды. Аманжол Әлтайдың да сүйіншісі бар. Олы Сәкеннің мектеп табалдырығын аттағанына қуанып, әкелік лебізін білдірген екен. Сенатор Амангелді Толамисов әлеуметтік желіде үнемі жастарды қолдап отырады. Бұл жолы астаналық 11-ші сынып оқушысы Батырхан Мұхтарханды Грекияда өткен халықаралық экономика олимпиадасында топ жаруымен құттықтады. Депутаттардың парламенттен тыс онлайн жазбаларда біздің назарда. Сізге қоңырау шалып, мазаңызды алып, кейін қалтаңызды қағып алатын әлгі алаяқтар бар ғой? Міне, солардың жолын бөгейтін заң қабылданғалы жатыр. Цифрлық кодекс барлық саланы қамтып, онлайн жүйедегі сіздің деректеріңіздің күн көрінгеннің қолына түспеуіне себеп болады. Парламенттің жаңа сессиясында бірінші болып дәл осы цифрлық кодекс қабылдауға алынды. Заң жобасын таныстырған депутат Нұртай Сабильянов толығырақ түсіндіріп бергелі тұр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Нұртай Сабильянов 1962 жылы Абай облысы Аягөз ауданында дүниеге келген. Заңгер, экономист мамандықтарын меңгерген. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің экономикалық реформа және өңірлік даму комитетінің төрағасы. Бұл заң нені қамтиды? Басты мақсаты бұл жалпы қоғамдағы мына цифрландыру мәселесін бір жүйеге келтіру. Платформалар бар, қосымшалар бар, жаңағы инфрақұрылымы бар цифрландырудың. Сондықтан да оларды бір сәйкестендіріп, бір жүйеге келтіріп, жалпы халыққа қолайлы жағдай тудыру. Қазіргі кезде жасыратын ешнәрсе жоқ. Банк саласында болсын, басқа да саласында болсын, алаяқтар көбейді. Міне осындай мәселелерді жалпы реттеп, бұларға қатаң жауапкершілік қарастырылатын болады. Біздің елде еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін смартфон пайдаланады. Тіпті қолма-қол ақша ұстамайтын болдық. Бірақ күнде шетелдік телефондардан хабарласады, алаяқтар алдап кетіп жатады. Одан осы цифрлық кодекс қорғай ала ма бізді? Шетелдіктерде, алаяқтарда біздің жеке деректеріміз қайдан жүр деген мәселені де қамтиды ғой. Әрине өте өзекті мәселе, өйткені біздің деректеріміз әртүрлі қосымшаларда, мысалы әртүрлі жаңағы банктерде жүр. Өйткені біз мысалы тіркелеміз, деректерімізді береміз. Сол деректерді жаңағы банкдегі қызметкері пайдалануы да мүмкін. Одан кейін басқа да азаматтар пайдалануы мүмкін. Сол арқылы адамдарға зиян келіп жатады. Міне осыны болдырмау үшін біз нақты жаңағы шараларды, нақты нормаларды ұсынып отырмыз. Осы мәселелерді бір жүйеге келтіруіміз керек. Бүкіл банк саласы ма? Ұлттық банк осы мәселемен айналысып, жалпы ұлттық жаңағы төлем жүйесін енгізіп, соны бақылап отыру керек. Егер де жаңағы банктерден тарапынан жаңағы зиян келді ма, банктер мойнына алу керек жауапкершілікті. Өкілетті орган бізде цифрлық даму министрлігі, сонымен бірге ұлттық жаңағы банк осы мәселемен айналысып, жалпы бір жүйеге оларды келтіру керек. Ұлттық банк дайын ба бұны мойнына? Ұлттық банк дайын. Жұмыстар жүргізіліп жатыр ұлттық банк тарапынан. Цифрлық кодекс, цифрлық қылмысты тоқтата ма? Біз мысалы бір жүйеге келтіретін болсақ, ол қылмыс азаяды. Ол адамдардың өздеріне де байланысты. Бізде көбінесе сеніп қалады.
мысалы өзінің деректерін беріп жіберетін адамдар бар. Сондықтан да екінші жағынан біз азаматтармен де жұмыс жүргізуіміз керек. Әр саланы қамтиды. Бір мемлекеттік органда мысалы 5 ақпараттық жүйе болуы мүмкін. Осылардың бәрін бір жүйеге келтіретін болсақ, азаматтарға да ол мемлекеттік органдарға жаңағы хат жіберуге, өтініш жіберуге ыңғайлы жағдай туады. Жағдайларын азаматтар тез арада шешуге мүмкіндік алады. Толық цифрландырылған тамаша, бірақ бізде елді мекендер бар, қарапайым ЕГОВтағы анықтаманы онлайн ала алмай, халыққа қызмет көрсету орталығына барып сағаттап отырады әлі күнге дейін. Интернет мәселесін толық шешу керек шығар, елді толық цифрландыру. Иә, айтқаныңыз өте дұрыс, орынды, өйткені бұл мәселе барлық өңірде бар. Жалпы Қазақстан бойынша 3000-ға жуық ауылда жоғарғы жылдамдықты интернет жоқ. Оны айтуымыз керек. Бұл мәселе бойынша біз заңдарға өзгерістер енгіздік. Осы 2,5 жылдың ішінде барлық елді мекендер, ауылдар толық жоғарғы жылдамдықты интернеттен қамтамасыз етіледі. Жылдамдығы нашар ауылдарды толық талшықты оптикалық жүйе арқылы интернетпен қамтамасыз ету қолға алынады. Әр ауылда Wi-Fi болу керек, әр үйде Wi-Fi болу керек. Бір үйде 5 телефон болса, 5-6 мыңнан кем дегенде 30 мың төлейді. Ал Wi-Fi бар болатын болса, мысалы 7-8 мың ғана төлеуі мүмкін. Сондықтан да біздің басты мақсатымыз Қазақстандағы әр ауылда жоғарғы жылдамдықты интернет болу. Осыған қол жеткізу. Бүгінде сіздер ұсынып отырған заң жобасы толық күшіне еніп, мықты жұмыс істеу үшін бұл бағыттың да қоса дамуы өте маңызды болып тұр ғой. Өте маңызды бұл тек қана заңмен ғана реттеліп, заң арқылы ғана бәрі шешілмейді. Бұл үкіметтің негізгі жаңа осы заңды жүзеге асырудағы жұмысына да байланысты болады. Өйткені қазіргі кезде күннен күнге мысалы компаниялар көбейіп келе жатыр. Бәсекелестікті біз қалыптастыруымыз керек. Ең мықты компанияларды Қазақстанға тартуымыз керек. Жастарымызды оқытуымыз керек. Қазақтың жастары білімді ғой. Солар жастарды оқытып, біз осындай технологиямен олар айналысатын болса, біз мені ойлаймын, көптеген жетістіктерге біз жетеміз. Цифрлық кодекстің елге оңтайлы тұстарын айтыңызшы. Ең бастысы біз жаңағы мемлекеттің, жеке адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. Одан кейін халыққа жағдайды жақсы жағдай тудырамыз. Цифрландыру болатын болса, ауылдан қалаға бармайды ғой, бір жағдай үшін. Немесе анау ауылда тұрып Астанаға мәселесін шешу үшін келмейді ғой. Біз қазіргі кезде бұл жұмысты тездетіп істегелі жатырмыз. Жаңа жылға дейін осы цифрлық кодексті қабылдауды қолға алғалы жатырмыз. Сұхбатыңызға рахмет. Рахмет сізге. Қазақстанда ең жоғары заң шығарушы орган қос палаталы парламенттің құрылғанына биыл 30 жыл болады екен. Төменгі палата заң жобаларын әбден талқылап, пісіріп, кейін оны жоғарғы палата қарап, бірде мақұлдап, кейде кем-кетігін тауып кері қайтарып жатқан сәттерге куә болғансыздар. Енді бұл үрдіс өзгеретін болады. Президент жолдауынан кейін елде тағы біраз жаңашылдықтар болады. 2027 жылы референдум өтіп, парламенттің жұмыс тәртібі қайта қаралуы мүмкін. Заң шығарушы орган қазіргідей екі емес, бір палатадан тұру керек деген бастаманы президент халық болып талқылап, оған ел болып дауыс берейік деді. Реформа қолдау тапқан жағдайда Сенатта, мәжілісте таратылып, парламент деп қана аталуы мүмкін. Ел арасында қызу талқыға түрткі болған бастама жайлы сенатордан пікір сұрадық. Сенат өзінің жалпы негізгі міндетін атқарып шықты ғой деп ойлаймын. Сондықтан ешқандай көңіл түсетін ештеңе жоқ. 27 жылы бұл референдум беріп, референдумда халық не айтады, сол болады. Егер бір палата парламент десе, жаңадан парламент сайланады. Биылғы жолдауда елді елең еткізер бастамалар жетерлік, барлығын байланыстыратын бір ұғым цифрландыру. Бүгінде бұл үрдіс барлық салаларға белсенді енгізіліп келеді. Тіпті теңгенің де цифрлық нұсқасы қолданыста. Әзірге тек ұлттық қор қаржысы жұмсалған жобаларда пайдаланылуда. Мемлекет басшысы оның аясын кеңейту қажеттігін айтты. Жаңа технологияларды меңгеру мен оны тиімді пайдалану туралы айтылған ой ел арасында қызу қолдау тауып жатыр. Очередьқа тұрамыз. Мысалы, сондарда болсын, мен ойымша, сол талон алып тұрғаннан көрі, үйдегідей, жаңағыдай онлайн арқылы жасаған дұрыс деп ойлаймын. Қазіргі кезде барлығы онлайн түрде сондай программалар шығып жатыр. Онлайн программа болғаны дұрыс деп ойлаймын. Менің ойымша, цифровизация мына біздің жаңағы КСК саласы бар ғой. Сол КСК саласында жаңағыдай бір орталық бір экосистема болса,
жаңағыдай біздің төлемдеріміз, жаңағыдай КСК қалай жұмыс істеп жатыр, соның барлығын толық нақты цифровизацияда көре алатындай бір платформа болса, керемет болар еді деп ойлаймын. Көптеген білмеген заттарды сұрауға болады ғой, жасанды интеллектпен. Көп мысалы қазір жарнама жасап жатыр бәрі сол арқылы. Оның пайдасы өте көп қой, мысалы жаңағыдай барып жүрмейсің жақсы андай жерлерге ше, жаңа соңға мысалы үйден отырып ала беруге болады. Былай айтқанда адамдардың қолын ұзартып отыр ғой. Қыркүйектен бастап енгізілген маңызды өзгерістер бар. Қолданыстағы бір купюра айналымнан шығады. Мобильді аударымдарды тексеру тәртібі өзгереді. 100-ден артық адам сізге ақша аударса, кірістер комитеті тексереді. Заңмен бекітілген осы өзгерістерді түсіндіріп берейік. 24 қыркүйектен бастап 2011 жылғы үлгідегі 5000 теңгелік банкноттар дүкендерде және қызмет ақысын төлеуде қабылданбайды. Бірақ уайымдаудың қажеті жоқ, ақшаңыз жоғалмайды. Ескі де жаңа да 5000 теңгелік купюралар биылғы 24 қыркүйекке дейін қатар қолданыста болады. Бірақ осы күннен кейін ескі ақшамен сауда жасау мүмкін болмайды. Дегенмен, оларды кез келген банкке немесе Қазпоштаға 3 жыл бойы тапсырып, жаңасына айырбастауға болады. Ал ұлттық банк бөлімшелері мұндай купюраларды мерзімсіз қабылдайды. Бүгінде азаматтар қолма-қол ақшадан гөрі мобильді аударымдарды көбірек пайдаланады. 1 қыркүйектен бастап мобильді аударымдарға қатысты жаңа ереже күшіне енді. Егер 3 айда әртүрлі адамдардан 100-ден көп аударым түссе, әрі олардың жалпы сомасы 1 миллион 20 мың теңгеден асса, мұндай есепшот тексеріледі. Банктер бұл мәліметті мемлекеттік кірістер органдарына жолдайды. Салықшылар ақпаратты талдап, кәсіпкерлікке ұқсас әрекет байқалса, иесіне ескерту жібереді. Азаматқа деректерді түзетуге не оның кәсіпкерлікке қатысы жоқтығын дәлелдеуге 30 жұмыс күні беріледі. Егер талап орындалмаса, салықтық тексеріс тағайындалады. Сенат пен мәжіліске кезек барып, халықтың көкейіндегі сауалға жауап алып, заң мен ел бағдарламасы заңның елге қызмет ету керегін депутаттардың есіне қайта салып жүр. Аман болыңыздар.